Кет бәке. Әке, бірлік келді үйге. Алейкум ассалам, ке бірлік. Отыр. Қысқасы, бірлік үйін сатып жатыр, әке. Біз алайық та үйін соны. Бірлік, тыныштықпа не үшін сатып жатсың үйіңді? Анамның операциясына ақша қажет болып отыр аға. Сол үшін үйімді сатуға мәжбүрмін отыр. Үйіңді сатсаң бірінші көршің айт дейді, сол үшін келіп отырмын сіздерге. Болды, бірлік. Үйді ешкімге сатпа. Үйді біз алатын болдық, сәлем ма? О, күшті. Анайды бұсып-сап, өзімізге екі этажный үй салып алайық, ә? Бірлік, қанша деп жатсың үйді? Бағана оценщиктер келіп кетті аға. 30 миллион деп жатыр. 30 миллион ба? Проблема жоқ, болды. Аламыз ғой, Ақша бар ма? Конечно. Алып шық. Болды, кеттік қатын, алып шығамыз. Қаяқтады өзі? Міне бірлік, соған 30 миллион теңге. Бірақ ертең срочно нотариусқа барып, үйді аударамыз, ма? Бірлік, ақшаны ал, тапқаныңда бересің. Бермесең де мейлі. Әке, не айтып жатсыз сіз? Жап аузыңды. Бірлік, уақыт кетірме. Анаңды операциясын жасат. Рахмет аға. Қарсы сұрайтын басқа ешкім қалмап еді аға, рахмет. Бірлік мен ағам ба, туысқаным ба, інім ба мен айтайыншы. Ақшаны сразу беріп үйді алып та көреді болды. Көшіргенде өтірік бір мейірімді болып қалса сөйтіпсіз ше. Өшірініңді. Анаң қайтқанда бірінші болып бел байлап тұрған осы көрші еді. Балаң ауырғанда больницаға апарған осы көрші еді. Әйелің екі қабат кезде сен жоқ едің. Больницаға апарған осы еді, радонға алып барған. Келін, сізге үй кішкентайлық қылып қалды ма? Сыймай жатсыз ба? Біреудің қайғысынан пайда табайын дедің ба? Осы көршінің анасы қанша уақыттан бері ауырып жатыр. Bir кесе болсын тамақ алып шықтың ба? Көршің жақсы болса маған сат деген. Көрші ақысы тәңір ақысы дейді. Ақымақ, мен саған осылай тәрбие берген ба? Біреудің қайғысынан пайда табатындай.